Жер жүзін мекендейтін жануар, құстардың сан алуандығында шек жоқ. Адам баласы толық зерттеп бітпеген олардың әдет-дағды, әрекеті кейде таңдай қақтырады. Жануарлар әлемі туралы бағдарламаны әлі күнге дейін барлық жастағы адамдар қызықтап қарайды. Дегенмен жабайы табиғатта мекендейтін аңдардың арасында адам өміріне өте қауіптілер де бар екені рас. Тіпті сүйкімді жуас деп санаған жануардың өзі адамға шабуылдап, өлтіріп немесе талап жеп қою әбден мүмкін. Ендеше жер шарындағы ең қауіпті деген жануарлардың тізімін қарайық. Осы видеоның соңына дейін қарап, арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Бала кезімізде піл ақылды да мейірімді жануар деп келдік. Циркте еңгезердей пілдің ебедейсіз қимылына, билегеніне қарап сүйсініп, қандай еңбекқор, мейірімді деп ойлаймыз. Бірақ осы еңгезердей зор жануар қаһарына мініп ашу келгенде пілге төтеп бере алмайтындардың бір сәтте ұғасың. Ол алдына келген адамды таптап мыжып тастайды. Тіпті қашып үлгере алмайсың. Сағатына 40 шақырымға жүгіре алатын бұл сұр дәу кез келген адамды қуып жетеді. Ең қауіптісі үйірінен қуылған еркек піл. Пілдің отаны Үндістанда, оны қара жұмысқа жегеді. Кез келген тіпті ең жуас деген пілдің өзі өмірінде физиологиялық өзгерісіне байланысты белгілі бір кезеңінде өте қауіпті болады. Ал африкалық пілдер бір нәрседен сескенген кезде, жараланса немесе өз аумағын қорғамақ болғанда үлкен қауіп төндіреді. Үнді піліне қарағанда африкалық тұқымдас жаттықтыруға келмейді және қатыгез. Ал жалпы піл жануардың ішіндегі ақылды екенін ескерсек, қауіпті бірнеше рет артады. Аңдардың ішінде зілдей денесімен ерекшеленетін тағы бір дәу Африкада мекендейтін мүйізтұмсық. Бұл да әлемдегі қауіпті жануардың бірі. Мүйізтұмсықтың көзі нашар көреді, бірақ өзі оны пысқырмайды деген әзіл қалжың емес. Расында да құлағы керемет еститін, алыстан иіс сезетін, салмағы 3 тонналық жануар. 7 метрден әрі көрмейді, бірақ ұзын әрі үшкір мүйізін естен шығармаңыз. Зәреңді ұшыратын қаруын ол алдынан кесе көлденең шыққан жанның бәріне қолданады. Тіпті мүйізін қолданбаса да ашуға мінгенде жауын қуып жетіп таптап өлтіреді. Мүйізтұмсық жылына ондаған адамды мерт қылады екен. Арыстан әлемдегі адам өміріне ең қауіпті аңдардың тізімінде 8-ші орында тұр. Құдіретті де маңғаз арыстанды аңдардың патшасы деп тегін айтпаса керек. Африкалық арыстанның азығы бөкендер мен зебра, бірақ ол қатып қалған ереже емес. Арыстан африкалық Цаба елді мекенінде теміржол салып жүрген жұмысшылардың 9 ай бойы зәре құтын қашырған. Бұл аңның көзін құртқанға дейін ол 100-ден аса адамды талап жеп қойған. Ал Тангалика көлінің маңында адам жегіш арыстандар жергілікті тұрғындардың зәресін ұшырғаны соншалық, тіпті тұрғындарға бірде-бір емес үйірімен келіп шауып, 3 ұрпағына дейін қырып салып отырған. Сөйтіп арыстанға азық болған адам саны 1000-жарымға дейін жеткен. Африкалықтар кәрі жаралы арыстан жейтін жануарын қуып жетуге әлі болмаса, адамды жеміне айналдыратынына шүбә келтірмейді. Гризли әлемдегі аса қауіпті аңдардың қатарында кездейсоқ кіргізілмеген. Канада және ақш-ты мекендейтін гризли өзінің басқа тұқымдастарына қарағанда едәуір ірі және ағашқа өрмелеп шыға алады. Онымен бірге тасқыны қатты тау өзенінің мыңқ етпестен жүзіп өтеді. Гризли шөпқоректі болғанымен балыққа құмар және ұсақ жабайы аңдарды жемдік қылудан бас тартпайды. Аю адамға несімен қауіпті? Егер адам оның азығына көз тіксе және ұрғашы аюдың қонжықтарымен кездестірсең, біттім дей бер. Қонжықтарын қорғау мақсатында ол адамға бірден шабуылдайды. Бұны адам жегіш деп тегін атамаса керек. Әлемдегі аса қауіпті аңдардың қатарында алып ақ акула 6-шы орында тұр. Тілегей теңізінде бұдан қорқынышты жыртқыш жоқ шығар. Солтүстік мұзды мұхитты қоспағанда ғаламдағы бар ашық суда мекендейді. Ашық мұхитта қалған жүзгіштер, серфингтер, сүңгуірлер мен дайверлер басын үлкен қауіп қатерге тігеді. Бұл теңіз жалмауызының түрінің өзі зәреңді ұшырады. Алып ақ акула әлемдегі ең ірі акулалардың бірі. Оның ұзындығы 4,6-4,8 метр.
бірақ 6 метрге жететіні де баршылық. Апандай азулы өткір тісті акуламен кездескенде өміріңмен қоштаса бер. Акулалар ең қауіпті теңіз жануары. Оның орасан зор азуы мен өткір тістері ешбір адамды тірі қалдырмайтыны анық. Егер осы видеомыз ұнаса, арнамызға тіркеліп пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған әлем арнасы.